Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін тігін өндірісінің технологиясы пәнінен жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымыздың тақырыбы жең аузын манжетпен өңдеу. Сабағымыздың мақсаты жең аузын манжетпен өңдеу тәсілдерін үйрену арқылы осы білімді іс жүзінде қолдану. Және де жеңді манжетпен өңдеу тәсілдерін үйрену арқылы эстетикалық тәрбие беру, шығармашылық ойлауларды қамтамасыз ету. Ең алдымен тәжірибелік сабағымызға кіріспестен бұрын тақырып бойынша қысқаша шолу жүргізейін. Манжет дегеніміз не? Манжет дегеніміз жеңдердің немесе шалбардың ұшына безендіруге арналған киім бөлшегі. Біз күнделікті өмірде әйелдер және де ерлер жейдесінде көптеген манжеттердің түрлерін көріп жүрміз. Мысалға, қосып тігілген манжеттер, үлкен еңбектегі ілмектелінген манжеттер, әртүрлі фигуралы манжеттер, осылардың барлығын біз күнделікті өмірде көріп жүрміз. Енді манжеттің классификациясы бойынша топтастыруына көшейік. Манжеттің тік, күрделі, қосып тігілген, сонымен қатар қайырмалы, тұйық және де қосарланған түрлерге бөлінеді. Енді біз бүгінгі тәжірибелік сабағымызда қосып тігілген манжет түрін өңдейтін боламыз. Тәжірибелік сабағымызға кіріспестен бұрын біз нені қайталап өтуіміз керек? Әрине, техникалық қауіпсіздік ережесін. Инемен, қайшымен және де тігін машинасымен жұмыс істеу жағдайында біз техникалық қауіпсіздік ережелерін қатаң ескеріп отыруымыз қажет. Инемен жұмыс істеген жағдайда ине міндетті түрде арнайы жастықшада түйреліп тұру керек. Бұл алдағы болатын жарақаттардан сақтайды. Қайшымен жұмыс істеген жағдайда қайшының жүзі ашық болмауы қажет, және де міндетті түрде қайшы өткір болуы қажет. Тігін машинасымен жұмыс істеген жағдайда тігін машинасының платформасында артық керек емес заттардан арылу керек. Сонымен қатар құрал жабдықтардың бәрі машинаның оң жағында орналасуы қажет. Машинаны электр тоғына қосқан жағдайда оның дұрыс қосылғанын бір тексеріп өтуіміз қажет. Жең аузын манжетпен өңдеуді ең бірінші технологиялық бірізділігінен бастаймыз. Алдарыңызда жең аузын манжетпен өңдеудің технологиялық бірізділігі реттілікпен берілген. Осы бойынша біз тәжірибелік сабағымызға көшеміз. Ең алдымен манжетті арнайы флизеленнің көмегімен қатырмалаймыз. Бұл не үшін қажет деп ойлайсыздар, оқушылар? Әрине, дұрыс айтасыздар, яғни манжеттің формасын сақтау үшін. Сонымен қатар түймелікпен өңдеген жағдайда біз арнайы флизеленнің көмегімен манжетке форма береміз. Ең алдымен осы манжетке флизеленді толығымен қатырмалаймыз. Ол үшін ылғалдық жылу жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Біз манжетті арнайы флизеленмен қатырмалаған кезде манжеттің бір жақ ендіктегі ұшын 0,7 сантиметрге бастырып үтіктеп алдық. Бұның не үшін қажет екенін сәлден кейін білетін боламыз. Ең алдымен, мына жерде біздің жеңнің ұшына манжеттің қайырылмаған, яғни бастырып үтіктелмеген тұсын көктеп аламыз. Міндетті түрде көктеу процесін жүргізу барысында манжеттің тілігінің бастапқы тұсынан және де аяқталар тұсынан 0,5 сантиметрді қалдырамыз. Бұл манжеттің енін қосып тігуге қажет болады. Ол үшін алдымен бірінші түйреуіштердің көмегімен біз жең ұшына манжетті айналдырып түйрелеп аламыз. Манжетті көктеу барысында біз жең ұшына артық қалған бөлігін қатпарға қарай ығыстырып жібереміз. Бұл бізде, яғни жең тілігіне жақын тұстан біз қатпарды орналастырамыз. Бұл міндетті түрде болу қажет шарттың бірі. Инені жіпке сабақтаған кезде біз міндетті түрде білеміз, бір қабат етіп сабақтау қажет. Және де тігістің ендігі 0,7-1 сантиметрге дейін болу қажет. Машинада сырып тігеміз, тігіс ені 0,7 сантиметр. Міндетті түрде бекітпе береміз.
үлгісін сөгіп тастаймыз. Манжеттің бір жақ ұшы бізде сырып тігілді. Енді манжетті қақ ортадан бүктейміз. Мінекей былай. Бүктелген кезде біз бағанағы арнайы бастырып үтіктелген міне тұсын бір-бірімен беттестіреміз. Арнайы булавканың көмегімен қыстырамыз және де мына бөлігінен ендігінен 0,5 см сырып тігеміз. Екінші жағынан да дәл солай. Бұны сіздер арнайлап көктеп алсаңыздар болады. Бекітпе беруді ұмытпаймыз. Манжеттің міндетті түрде ұшын шығару мақсатында ұшын кішкене қырқамыз. Бұны өткен сабақта да өттік. Енді мінекей манжетті айналдырамыз. Арнайы түйреуішіміздің көмегімен манжеттің бұрыштарын, ұштарын ақырындап шығарамыз. Біз бұл жағдайда бұйымның негізгі матасын бүлдіріп алмауымыз керек. Енді біз манжеттің екі бөлігін ішіне қарата отырып, мінекей арнайы көктеп аламыз. Себебі көктеу процесінсіз біз бұл манжетті сырып тіге алмаймыз. Мінекей, міне екі бөлшекті бір-біріне қарата отырып, көктеу тігісін жүргіземіз. Көктеп болғаннан кейін біз машинада 0,1 см ендікте сырып тігеміз. Енді көктелген шебімізді сөгіп тастаймыз. Енді ылғалдық жылу өңдеу жұмыстарын жүргіземіз. Бұл әрине бізде манжеттің формасын сақтап тұрудың бірден бір шарты болып табылады. Енді манжетімізді ақырындап үтіктейміз. Ендігі процесс түймелікті орнату. Түймелікті өңдеу үшін біз қажетті түймемізді аламыз. Түймеліктің ендігін анықтау үшін біз түйменің диаметрін есептейміз. Менің жағдайымда түйменің диаметрі 1 см-ді құрайды. Демек, біз түйме ыңғайлы емін еркін кіру үшін 0,5 см қосымша береміз, және 1,5 см, яғни түймеліктің ендігіне кетеді. Біз түймелікті тігу үшін міндетті түрде арнайы лапканың көмегімен, яғни түймелікке арналған, соны пайдаланатын боламыз. Мен мына жерде 1,5 см түймеліктің орнын сызып алдым. Енді машинаның көмегімен арнайы баптауларды пайдалана отырып, түймелікті тігеміз. Мінекей біз түймелігімізді тігіп алдық. Мынандай сөккішіміздің көмегімізбен түймелікті міне былай қарай тіліп алдық. Ендігі кезек біз түймені қадау процесі, түймені қадап болғаннан кейін біздің манжетіміз толықтай дайын деп айтуға болады. Мінекей оқушылар, біздің қосып тігілген манжетіміз дайын, арнайы түймелігімен түйме қадалып өңделген. Оқушылар, бүгін біз жең аузын манжетпен өңдеуді үйрендік. Ендігі сіздерге үй тапсырмасы дәл осылай жұмыстың нәтижесін колледж Smart Nation бағдарламасында жіберіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.